Қайырлы күн, құрметті дефектология мамандығының 2-ші курс студенттері. Жас ерекшелік психологиясы пәнінің 4-ші дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс тақырыбы нәрестелік шақ немесе адамның өмірге келуі. Дәрістің жоспары: тұқым қуалаушылық және орта, нәрестелік кезеңде баланың психикалық даму ерекшеліктері және нәрестелік шақтағы дағдарыс. Бала дүниеге келгенде физикалық тұрғыдан анасынан ажырайды, мүлдем басқа жағдайға тап болады. Бұл баланың өмірге келгендегі алғашқы дағдарыс болып табылады. Температура, жарық кеңістік, тамақтану жолы, демалудың басқа жолын талап етіледі. Сыртқы ортаға тез бейімделу үшін тұқым қуалаушылық арқылы берілетін шартсыз рефлекстер көмектеседі. Ең алдымен қоректену рефлекстермен еріннің ұштары қимылдап, емуге бейім болады. Бұл реакцияны тамақтануға көңіл бөлу деп атайды. Жаңа туған баланың шартсыз рефлекстері қандай? Қатты жарық әсері, көздері жұмылады. Мұрнын қырын жанай түрту, көздері жұмылады. Бала басының тұсында шапалақтау, көздері жұмылады. Баланың басын оңға бұру, иегі көтеріліп, оң қолы созылады, сол қолы бүгіледі. Шынтақтарын екі жаққа көтеру, баланың саусақтары бүгіліп жазылады. Саусақпен баланың алақанын басу, баланың саусақтары бүгіліп жазылады. Саусақпен баланың табанын басу, аяқ башпайлары бүгіледі, аяқ башпай көтеріліп, қалғандары созылады. Жатқан баланы екпетінен көтеру, бала басын көтеруге тырысады, аяқтарын созады. Мінекей осы әрекеттер негізінен шартсыз рефлекс ретінде қалыптасады. Нәрестенің миы әлі толық қалыптаспаған, сондықтан ол даму үстінде болады. Жаңа туған баланың түйсігі жетілмеген және эмоциясымен тығыз байланысты. Бала өміріндегі маңызды психикалық жағдайлар есту және көру түйсігінен пайда бола бастайды. Есту түйсігі 2-3 аптада пайда болады. Қауырт дыбыстар, яғни мысалы есіктің қатты жабылуы естіледі, сол кезеңде баланың қозғалысы тоқтап, үнсіз қалады. Кейінірек 3-4 аптада бала реакциясы адам даусына да қайталып, сол әрекеттер орындала бастайды. Яғни бұл уақытта бала дыбысқа елеңдеп қана қоймай, оның шыққан жағына қарай басын бұратын болады. Көру түйсігі 3-5 аптада пайда бола бастайды. Бала ашық түстерге көз қарасын тоқтайды. Шамамен 1 айында бала анасын немесе ересектердің жылдам қимылдап қатты дыбыстарға күле бастайды. Мұндай эмоциялық реакция жандану комплексі деп аталады. Қозғалып жүруге қабілеттілігінің арқасында бала сыртқы дүниемен еркінде дербес қарым-қатынас жасай бастайды. Жүруді игеру кеңістікте бағдарлану қабілетін дамытады. Бұлшықет сезімі қашықтық пен заттың кеңістікте орналасуын есептеу өлшемі болады. Бұл көру, қимылдау және сезінудің бірлескен қызметтері арқылы жүзеге асады. Затқа жақындай отырып, бала оның кеңістікте орналасу қалпын практикалық түрде игереді. Жүру арқылы бала өзінің таным объектісі болатын нәрселер шеңберін кеңейтуге мүмкіндік алады. Баланың психикалық дамуына заттық әрекеттердің дамуы едәуір дәрежеде әсер етеді. Нәрестелік жасқа тән қимылдық әрекет ерте сәбилік шақта заттық әрекетпен алмасады. 5 және 6 айда бала затты тез ұстап алады. Бұл көру қабілеті мен қозғалыс әрекеттерінде күрделі түрде үйлестіруді қажет етеді. Екінші жартысында қол қимылдары қарқынды дамиды. Бала ұстап алған затын сілкілейді, тарсылдатады, лақтырады, қайталады, тістейді, қолдан қолға ауыстырады және тағы да басқа әрекеттер орындайды. Бұл Жан Пиаженің айналма реакциясы деп атаған бірыңғай қайталанушы әрекеттер тізбегін дамытады. Элькониннің теориясы бойынша бұл іс-әрекеттер тікелей эмоциялық қарым-қатынаспен дамитын жетекші іс-әрекет түрі десе, ал жас ерекшелік психологиясының ғылымында мұны жандану комплексі деп атайды. Қарапайым танымдық міндеттерді нәрестелік кезеңде көруге болады. Ол қандай? Яғни 12 айлыққа дейін, яғни 1 жасқа дейін сәтсіздіктері баланың көзінше тығылған зат бақыланбайды және белгілі әрекеттер болмайды. Ал 2-4 ай жетістіктері бала қозғалған заттарды көз қарасымен бақылайды, заттың бір орнын екінші орынға ауыстырады, қадағалайды. Ал ол жердегі сәтсіздіктер бала қозғалушы заттың тоқтаған кезінде де бақылай береді. Оның жаңа орынға ауысқанын көре отырып, бастапқы орын іздейді. Ал 4 және 6 ай болса, бала
2-4 айында жасаған қателіктерді енді жасамайды. Орамалмен жартылай жасырылған затты таба алады. Ал сәтсіздіктері бала орамалмен толық жабылған затты таба алмайды. 6 және 12 ай бала орамалмен толық жабылған затты таба алады. Сәтсіздіктері бала көзінше жасырған затты бастапқы көрген орнынан іздейді. Мінекей балалардың осы нормалық жағдайда баланың дамуындағы қарапайым танымдық әрекеттерін бақылау жасап, осы арқылы біз анықтауға болады. Жалпы негізі психологтар мен дефектологтар, жалпы педагогтар баланың кішкентай медицина қызметкерлері де баланың осындай қалыпты жағдайда даму әрекеттерінің орындалатын даму әрекеттеріне бақылау жасауы шарт. Яғни екінші кезеңде бізде тағы да нәрестелік кезең. Яғни бұл нәрестелік кезеңде туғаннан бастап алғашқы жылдың аяғына дейінгі уақыт қамтиды. Бұл бірінші психоәлеуметтік саты деп айтамыз. Онтогенезде адам психикасы дамуы жағынан әртүрлі қашықтықтан өтеді. Екінші, бала психикасының алғашқы 3 жылда болатын сапалық өзгерістерін айтарлықтай жоғары болады. 3 жасар бала өзін-өзі күтуге қабілеті, айналасындағы адамдармен өзара қарым-қатынас жасай алады. Оның өзінде ол қарым-қатынасты сөздік формаларын ғана емес, мінез-құлықтың қарапайым формаларын игереді. Және де 3 жасар бала біршама белсені айналасындағыларына тәуелсіз болады. 1 жастан 3 жасқа дейін бала психикасының дамуы бірнеше факторларға байланысты болады. Баланың психикалық дамуына тік жүруді үйрену ықпал жасайды. Яғни осы сынды әртүрлі нәрестелік кезеңдердегі даму ерекшеліктерін біз келесі дәрістерде де қарастыратын боламыз. Яғни адамның дүниеге келгендегі дағдарыстар бар. Ол яғни ең алғашқы бағана айтып өткендей анасынан бөлек ажырап жаңа дүниеге ортаға келген кездегі болатын дағдарыс осы 1 жасқа дейінгі нәрестелік кезеңнің алғашқы кезеңдері болып саналады. Заттың бекітілген мазмұны балаға өздігінен берілмейді. Заттардың функциялық қасиеттері сәбиге үлкендердің тәрбиелік және оқыту ықпалдары арқылы ашылады. Бала түрлі заттармен жасалынатын іс-әрекеттер түрлі дәрежеде ерікті болатынын біледі. Ерте сәбилік шақта соңына қарай іс-әрекеттің жаңа түрлері қалыптасып, біртіндеп психикалық дамуды анықтай бастайды. Заттық іс-әрекеттен алынып, жинақталған әрбір баланың тілін дамытудың негізгі болып табылады. Және соңғысы тікелей эмоционалдық қарым-қатынас туылғаннан бастап 1 жасқа дейінгі уақыт кезінде ортақ заттық іс-әрекеттен тыс жүзеге асатын баланың ересек адамдармен қатынасын айтамыз. Жалпы нәрестелік кезеңде қазақтың даналық сөзіне сүйенетін болсақ, уызына жарған ұлылыққа ұмтылар азамат болып өседі, ізгілікті құнты бар деген нақыл сөзінің де өзіндік ерекше тұжырымы бар. Анасынан нәрлі уыз сүтін емеді. Уыз сүтінде нәрестенің ағзасына қажетті тағамдық заттар өте мол. Ана сүтін ешбір тағаммен теңестіруге болмайды. Ана сүтін жетіспеген жағдайда ғана 6-7 айдан бастап қосымша тамақтандыруға болады. Бұл кезеңде сәбидің көп уақыты ұйқымен өтеді. Тамақ қажет болғанда оянады. Емшекті кезеңде тамақ беру уақытын және тазалықты мұқият сақтау қажет. Олай болмаған жағдайда ұйқысы бұзылады, мазасыз болады, ас қорыту ауытқиды. Бұл өзгерістер баланың психикалық дамуына кері әсерін тигізеді. Яғни қозғалыс әрекеттері дамиды, мойны бекиді, отырады, еңбектейді, жүруге талпынады. Бұл кезеңде түстері шыға бастайды. Жеке сөздері тілі келеді. Яғни жеке сөздерге, қысқа тілді сөздерге тілі келе бастайды. Омыртқа бағанынан кейін иілімдер пайда болады. Қол-аяқ бұлшық еттері дами бастайды. Нәресте денесін шынықтыруға жүйелі түрде шомылдырудың және таза ауада серуендеудің маңызы зор. Нәресте денесінде мінез-құлқын да дамытуда қайталау және жүйелік ережелерін есте сақтау қажет. Мұның бәрі де тамақтануға, ұйқы және байланыс шарты рефлекстерінің дұрыс қалыптасуына септігін тигізеді. Осы жоғарыда берілген дәріс материалдарына сәйкес сіздердің назарларыңызға бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Нәрестенің сыртқы ортаға тез бейімделуіне әсер етеді. Не әсер етеді? Нәрестенің есту түйсігі неше аптада пайда болады? Айналма реакция ұғымының авторы. Осы сұрақтардың жауабын
табу үшін дәрістерді бір талдап қарап шығуларыңыз шарт. Және де сонымен бірге өз тараптарыңыздан осы сынды сұрақтарды қойып, дәріс барысында талқыға саламыз. Дәрістің сіздердің назарларыңызға осы дәрістің тақырыбына сәйкес қосымша ақпарат алу үшін, толығырақ ақпарат алу үшін және де практикалық өзіндік жұмыстарға дайындалу үшін біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кітапханасындағы бар кітаптар, әдебиеттерді назарларыңызға ұсынамыз. Осы әдебиеттерді басшылыққа ала отырып, келесі сабаққа дайындалуға шақырамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.